Осы видеода үйіңіздің интерьерін қалай қымбат қылып көрсетуге болатын туралы айтатын боламын. Мен Алтынай Әзірбай, сіздің интерьер дизайнеріңіз. Бірінші тоқталатын болсақ, ол қабырға. Бірінші үйге кірген кезде көзге түсетін үйдің ауасы. Ауасы дегенде, ол үйдің иісі туралы емес, әрине оның кеңдігі туралы. Үйіңізде қабырға көп болған сайын, үйіңіз тар, ауа қысылып тұрған сияқты болады. Сол себепті үйіңізде қанша қабырға аз болса, үйіңіз кең, пространство көп сияқты болып тұрады. Сол үшін қабырғаны тек керекті жерге ғана пайдаланғаныңыз жақсы болады. Кішкентай кіреберіс және жіңішке дәліздер ол үйіңізді арзан қылып көрсетеді. Екінші тоқталатын болсақ, ол еден. Еденнің барлығы толықтай бір материалдан болса, ол өте әдемі көрінеді және қымбат көрінеді. Әдемі қыламын деп әртүрлі материалды бір кеңістікте пайдалансаңыз, енді әрине керекті жерлерге ғана бөлуге болады екі түрлі материалмен. Мысалы, бір жағы плитка, екінші жағы ламинат деген сияқты. Бірақ үйіңіздің көп мөлшерін бір ғана материал алатын болса, ламинатты толықтай төсесеңіз, ол өте әдемі көрінеді. Және мынандай қосымша порожектер көп болмайды. Үшінші тоқталсақ, ол потолок. Потолокты гипсокартонмен әртүрлі узор салмай және спотты өте көп пайдаланғаннан тегіс потолок ол қымбат көрінеді және жайлы көрінеді. Жалпы гипсокартонмен төменге түсіріп пайдалану ол именно вентиляция жүргізетін болсаңыз, немесе керек болған жағдайда ғана кондиционирование жүргізетін болсаңыз, төменге түсіріп жасасаңыз болады. Ал ерекше қыламын деп неше түрлі узор жасасаңыз, ол тез шатып жібереді және сәннен де өтіп кетеді. Потологыңыз қанша тегіс болса, сіздің үйіңіз де қымбат көрінеді. Келесі тоқталатыным ол қабырғаны әрлеу. Қабырғаны әртүрлі материалмен әрлеуге болады. Ал мысалы, бетінде узоры көп, абстракциялы обойларды көп жерде пайдаланып керек емес. Және сіз ондай обой жақсы көретін болсаңыз, тек қана бір ғана стенаны, кейбір жерлерді ғана пайдалануға болады. Онда да қатты яркий түстер емес, қанық түстер емес. Және сіз үйіңізді қымбат қылып көрсеткіңіз келсе, әрине покраска өте әдемі болады, бірақ жаңа салынған үйлерге краскілеу ол кішкене, ол үй бір 3-4 жылдай по-любому осадка беретін болғасын, ол мен сізге кеңес бере алмаймын. Сол себепті үйіңіз қымбат қылып көрінсін десеңіз, барынша тегіс бір түсті тонды пайдалансаңыз жақсы болады. Және де тоқталатын болсам, келесі терезенің подоконниктері. Застройщик үйді ұсынған кезде пластикалық подоконникпен береді үйді. Біз енді көбіне перденің артында қалады деп көп мән бермейміз. Бірақ сіз подоконникті пластиктен көрі жасанды тастардан жасасаңыз, ол өте қымбат және әдемі көрінетін болады. Суретті қараңыз. Және сол қымбат көріну үшін терезеңіз ручкілеріне қатты мән беріңіз. Ручкілері де терезеңіз енді көрініп тұратын болса, панорамный терезелер болса, ручкісіне аса мән бергеніңіз дұрыс болады. Оның терезенің өзін ауыстыра алмасаңыз, фурнитурасын ауыстырсаңыз да болады. Терезе жасайтын мамандарда осы терезенің неше түрлі ручкаларын әртүрлі варианттары сатылады. Және де тоқталатыным ол ашық сөрелер. Негізі жабық сөрелер көп болса, үйіңіз жайлы және жинақы көрінеді. Сол себепті барынша ашық сөрелерді көп пайдаланбағаныңыз жөн. Келесі тоқталатыным ол картиналар. Үйіңізді қымбат қылып көрсеткіңіз келсе, абстракциялық, мысалы мына сияқты әдемі картиналар үйіңізді одан сайын әрлей түседі. Келесі ол әрине плиткалар. Плиткалар дегенде керамограниттер. Керамогранит ол алдыңғы видеомда мен қосымша айтқан болатынмын. Керамограниттің үлкен форматын алсаңыз, ол үлкен форматын және барлығы бір түсте болса, мысалы әр қабырғаға әр түсті жабыстырып, 2-3 түсті пайдаланғаннан бір тонда болса,
бір түсте болса, ол да қымбат көрінеді. Және үйіңізді қымбат қылып көрсеткіңіз келсе, панельдерді пайдалансаңыз болады. Мысалы 3D панельдер бар әртүрлі, болмаса шпондар. Шпонды қымбат көрсеңіз, DSP-ның неше түрлі фактуралары бар. DSP-ны да пайдалансаңыз болады стеналарға. Ең маңызды тоқталатыным ол жарықтандыру. Жарықтандыруды өзінің сценарийі болу керек. Мысалы, жарықтандыруды сценарийге бөлген, ол өте әдемі көрінеді. Мысалы, міне суретте көрініп тұр. Ортаға бір люстраны жібергеннен әр жердің өзіңе керекті пайдаланатын жерлерді ғана жарықтандырсаңыз, ол үйге әдемі атмосфера сыйлайды. Келесі ол есіктер. Есіктерді стандарт 2 метрлік есіктер ғой. Стандарттан көрі есіктеріңізді биік есіктер пайдалансаңыз, олар өте қымбат көрінеді, және үйіңізді биік қылып көрсетеді. Барынша бір түсті тонда пайдаланғаныңыз жақсы. Бетіне неше түрлі узормен, оюлмен, жаңағыдай алтын жалатылғандар, олар енді кішкене қымбат қылып көрсетем деп, ондай есіктермен асыра сілтеп жіберуіңіз мүмкін. Сол себепті бір түсті есіктер әдемі көрінеді. Келесі ол фурнитура. Фурнитураға аса мән берген жақсы. Мысалы, сіздер дайын жиһаз сатып аласыңыз. Ал сізді жиһаздың, мысалы, ручкалары онша емес болып ұнаңқырамай тұрса, сіз кез келген фурнитура сататын магазиндерден ручка өзіңізге ұнайтын, қымбат көрінетін ручкаларға алмастырып алсаңыз болады. Оны кез келген жиһаз жасайтын цех жасап бере алады. Мен осы 12 бөлімге қысқаша тоқталдым. Сіз осыларды пайдалана отырып, үйіңізді жөндеу жүргізетін болсаңыз, артынан өкінбейтін боласыңыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Себебі мен пайдалы ақпараттармен және де интерьер әлеміндегі жаңадан шыққан трендтермен бөлісіп отыратын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыз.